Сәлем қыздар, бүгін сіздермен үй жағдайында пицца дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл пицца үй жағдайында өте жұмсақ әрі дәмді дайындалады. Ең алдымен ыдысымызға қаймақ, жұмыртқа және де майонез, шым тұзды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай өте жұқа болуы қажет, және де әсемдік үшін осылай шетін өрулеріңізге болады. Келесі кезекте біз соусын дайындайтын боламыз. Яғни мен бұл соусқа майонез бен кетчупты араластырып дайындап қойдым. Және де салмасына осылай помидорды домалақ қылып турап аламыз. Үкіштен сырды өткіземіз. Соусын дайындаймыз. Енді жаңағы соусты қамырымызға салып, барлық жеріне жағатын боламыз. Келесі қамырымыз жұмсақ болып пісу үшін сырдың 1/3 бөлігін осылай қойып, үстіне помидорларымызды реттестіріп қоятын боламыз. Және де бұл пиццаны 180 градуста қызарғанша 10-15 минут пісіреміз. Енді қалған сырымызды пиццаның үстіне салып, 180 градусқа 5-10 минутқа пешке жібереміз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.